Что-то череба. Айтайын, сен короче. Өтірік ол. Сендер осылай да осылай көшіріп жүрсіңдер. Осылай істеп жүрсіңдер, мен байқамайды деп ойладыңдар ма дейді да. Так, уже біз түсіндік, что шпион я шпион. Неге өмір осындай? Жас қорқып тұрсың ба деп, ағай кішкене қорқып тұрмын. Онда қорқа бер деп айтатсың. Мен де қорққам, сен де қорқа бер деп айтатын. Ертең вот кіреді осы оқушы, ол оқушы 140 жинаса қалай болады? Элитадағы әрбір екінші немесе үшінші оқушының барлығы мықты болады. Қуанышқа орай или өкінішке орай мен мүлдем жүріп көрмеппін. Тарих оқитын күнде, енді тарих оқымайтын едім өзім. Иә, өзімді ақтайтын едім тарих кезінде. Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сендерді осы каналда көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Бүгін бізде кезекті геоподкаст айдары болады, бірақтан бұл жолы өте ерекше форматта, өте керемет жандармен, прям элитаның вайбын сезінетіндей өте керемет подкаст болғалы жатыр. Ең алдымен сендерге өзімді таныстырып өтсем, менің есімім Қуанышбек Сабина. Мен былтырғы оқу жылында Фиджи элитасының менторы болғанмын. Қазіргі таңда биология пән басшысы қызметін атқарамын. Және де бүгінгі подкастта менімен бірге сендердің менторларың былтырғы элиталық оқушылар болатын болады. Сонда бүгінгі подкасттың тематикасы қандай екенін біліп тұрсыңдар деген ойдамын. Бүгін біз толыққанды элитаның вайбы жайлы, то есть онлайнда элитаның вайбы қалай, элиталық потоктар, басқа потоктардан айырмашылығы қалай, олардың нәтижеге жетуіндегі андай құпиялары қандай екенін барлығын толыққанды талқылайтын боламыз. Бүгінгі подкаст сендерге қызықты болады деген ойдамын. Ендеше бүгінгі кейіпкерлермен танысып өтейік. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен есімім Азамат Ілдияс. Өткен жылғы Эверест 2-нің түлегімін. Эверест 2 потогының түлегімін. Қазіргі таңда геонлайнда Қазақстан тарих менторы болып қызмет атқарамын. ОБТ-дан жинаған балым 130. Өменю университетінің бірінші курс студентімін. Барлығыңа жалын сәлем оқушылар. Менің аты жөнім Өдірсова Камила. Өткен жылы Эверест 7 элитасында оқыған болатынмын. Ал қазіргі таңда геонлайн компаниясында биология пәнінен ментормын және бірінші курста ЮНУ университетінде психология мамандығында оқимын. Барлығына сәлем оқушылар, менің есімім Құрмантай Аяна. Мен былтырғы жылғы Фудзи элитасының түлегі боламын. Қазіргі таңда геонлайн компаниясында математика пәнінен ментор болып жұмыс жасаудамын. Нағыз ОБТ-да жинаған балым ол 125, ал және МЮ университетінде менеджмент мамандығында оқып жатырмын. Барлықтарыңа қайырлы күн оқушылар. Мен Абдурахим Ерболат, 2024-2025 оқу жылының Фанди элитасының түлегімін. Сонымен қатар нағыз ОБТ-да 128 балл егерімін. Қазіргі таңда Мақсұн Арықбаев университетінде бірінші курста білім аламын. Так, бәріңе сәлем оқушылар. Менің есімім Боқасов Али. Мен өткен жылғы Фиджи элитасының түлегімін. Және де мен нағыз элитадан жинаған балым 130 балл. Және де өткен жылғы геокем қатысушысымын. Қазіргі таңда Еуразия ұлттық университетінде тарих мамандығында оқимын. Көріп тұрғандарыңдай, бүгінгі подкасттың кейіпкерлерінің барлығы прям элитаның түлектері және де қазір әр пәннен ментор болып отыр. Негізінен меніңше андай барлықтарына қызық сұрақ, андай прям барлық оқушыда барлық сұрақ деп ойлаймын. Элитаның басқа потоктардан айырмашылығы неде? Бірінші осы сөзге жауап бермес, сұраққа жауап бермес бұрын, мен сендерге бір кішігірім ойын форматында бастасақ. Элитаны бір сөзбен сипаттап өтіңдерші, барлықтар. Меніңше элитаны бір сөзбен сипаттасақ, рекордтар. Так, элита бір сөзбен прогресс. Мен үшін элита ол вайб. Мен үшін фандием ол бәсекелестік. Мен үшін фичиім ол дисциплина. Әлі сезілетші FFF потоктарының арасындағы бәсекелестік әлі бар. Фанди, Фудзи, Фиджи деген. Но енді бұл күшті деп ойлаймын. Былайша айтқанда, сендер жаңа айтып өттіңдер, өздерінде ол бәсекелестікпен ерекшеленді, прогресспен және де басқа да нәрселермен. Ал ол шынында басқа потоктардан сол нәрсесімен қатты ерекшеленді ме? Сендер үшін мысалы сендер элитаға алғаш келген кездерінде өздеріңді қалай сезіндіңдер ең алдымен? Жалпы элитаға түсу ол бөлек әңгіме, ал элитадағы осылай прогресс, сабақ оқу ол мүлдем бөлек нәрсе. Жалпы элита кәдімгі өзінің оқыған потогында немесе қазір мен ментор болған потогыма қарағанда өте үлкен разница жасайды. Оның негізгі себебі ол элитадағы барлық оқушылардың деңгейінде. Элитадағы барлық оқушы ол жерде мүлдем бір төмен деңгейдегі немесе сабағына ұбытыға салғырт қарайтын оқушылар болмайды элитада мүлдем. Сол жағымен элита мені өте қатты қызықтырған болады.
сонда былайша айтқанда элита сендерден де басқа потоктардан сол деңгеймен ғана ерекшеленіп тұр ғой. Мысалы сендер тез ар жақта 130+ алатын оқушылармен оқисыңдар, иә. Ал сол бәсекелестікке сендер шыдай алдыңдар ма? Мысалы айтады ғой, элита өте мықты потоктар, тек мықтылар ғана шыдайтын орта деп. Сендер шыдай алдыңдар ма сол нәрсеге? Иә, мен ойымша мен өзім шыдай алдым. Мен өзімнің потогымда оқыған 7-ші потокта 4 ай бойы топ 1-де болдым. Және 130+ алған оқушылармен элитаға түскен кезде менде сондай эго болды. Мен тағы бұл жерде топ 1 болуым керек, өзімді дәлелдеуім керек деген. Солай мен алғашқы аптада және алғашқы айда ай үздігі, апта үздігі атанған болатынмын. Осындай бәсекелестіктің арқасында менің өзімнің дисциплинамда қалыптасты көтерілді деп айта аламын. Күшті. Сен неше фудзида старсы болдың, иә, Мереймен бірге? Иә, қосымша старсы. Қосымша старсы. Андай датоо күшті мықтылардың арасында болғанына дейін ма? Креатив. Басқаларын тағы не айта аласыңдар? Так, жалпы енді өзім болған элитаны айтып кетсем, жалпы менде элитаға дейінгі дайындықтарым жалпы былай өзім андай қалауыммен болды да, уже элитаға кіре сала. Нақты андағы күлі мықты оқушылар жаңағыдай 130-125+ алған оқушылармен уже дайындықты бастағанда, прям дисциплинаға сразу кіріп кеттік, уже сразу жоспар құрып, и сонымен сразу қозғалып кеттік. И сол кезде жаңағыдай сол дисциплинамен қозғалу жалпы курстағы атмосфералар және де сол элитадағы достарым бәрі себеп болды ғой. Бірақ сен элитада вообще топ 1 болмадың ғой. Вообще айтпайды ғой бұл жерде. да болмаған ең ғой. Қай топ 1 болдым деп айтайын деп жатсам. Иә, жалпы элитаға түскен кезде кішкене іште қорқыныш болады. Мынау қасымдағы оқушылардан осып кете аламын ба немесе қалып қоя аламын ба деген секілді. Бірақ енді өзім Эверест потогында оқығандықтан қасымда менде де көптеген рекордсмендер болды, Наурызда да Нағызда да шығарған. Солармен қатарласып бірге деңгейімізде өсті. Андай митқа кіріп, бірге андай нұсқаталдар жасап. Иә. Еще таңғы 5-те тұрып жасағандар бар ма? Таңғы 5-те кіріп. Иә. Кіретін мендер. Иә, кіріп. Менде өзімнің дайындық жоспары мүлдем басқа еді, бірақ элитада осы азанда ерте тұрғандарға бонус балл берілетін еді. Сол кезде, иә, бір сәттерде осы бонус балл үшін азанда тұрып ұйықтап қалған сәттерде болған. Итқа кіріп қоясың. Иә. Митқа кіріп ұйықтап қалған. Бірақ ол бір-екі рет қана болған. Ұсталып қалғаннан кейін уже жасамайтын болдым. Қайталауға кеңес бермейміз. Қайталауға кеңес бермейміз. Сонда сендер былайша айтқанда бонус балл алу үшін, рейтингтің орта баллын көтеру үшін сондай өздерінің эголарынан аттап, өздерінің былайша айтқанда жоспарларынан аттап, сондай нәрселерге кірдіңдер, иә? Себебі мен басында айтып кеткендей бәсекелестік мен үшін өте маңызды болды. Мен сол потоктағы оқушылардың барлығы олар 120+ балға ниеттенген, 120+ балға еңбектенген оқушылар болды. Мен олардан менде уайым болған кезде мен ойлайтын осындай 120+ жинайтын оқушылардан мен рейтингтерде күнделікті озып отырсам, онда менде уайым азаятын еді осы арқылы. Бірақ бұнымен қатты ойнап алмайды, былай уайымды азайтып. Еще ол жақта только андай немен емес, потоктастармен емес, уже элитаның атымен полный элита уже атасың ғой, басқа элиталар. И вот соның өзі де уже жестко. Вот сол басқа элиталармен жарысу демекші бізде білесіңдер ғой, сол кездегі элитаның мақсаты география 50-50 балл емес, бәрімізде 140 балл болды. Андай армандандыңдар ма 140 балл алуды? Әрине. Андай визуализация жасап, давайте сол жағы толық айтсыңдар. Жалпы екінші Нағыз ұбытта кірген кезде тарихтан бастадым. Сол тарихтан бүкіл сұрақты жауап бердім, тек бір сұрақ өте маған сомнительный болды. Одан кейін оқсауаттылық, матсауаттылық сөйтіп өзімнің тактикам болатын пәндермен байланысып. Сонынан математика бүкіл есептерді шығардым, бүкіл география бүкіл сұрақтарды қойып қойдым. Іште уайым болды кішкене, қазір жүзғырға қалсам не істеймін, қазір қалай болады, звезда болып кетсем не істеймін деген секілді сұрақтар да болды. Қалай көтер алам ба ондай нәрсені, Дамираға келе ма үйге деген секілді көптеген ойлар болды. Өте қатып математиканы 2 рет шығардым, географияны 4 рет қайта не істедім, белгіледім. Одан кейін тарих сол бір сұрақ әйтеуір сомнительный болып, 2 жауаптың ортасында әйтеуір тарихтан бірақ 19 алып қойдым. Жалпы 130 балл алып шықтым ғой. 130 балл алғандай. Бірақ сен звезда болады, жүзғырға қалсаң. Мүмкін. Негізі
менің элитаға келу жолым андай простой емес та. Мен жылап шаққа кіргенмін. Негізі көбісі ақылы элитаның өзін менсінбей жатады ғой. Мен тегінге кірген жоқпын, ақылға кірмеймін деген сияқты негізі өте қате түсінік деп ойлаймын. Себебі сендерде сол мүмкіндік болып тұрған кезде қазір біреулер сол ақылы элитаға да зар болғанда когда-то. Вот. Сондықтан соның мүмкіндікті қолдануларын керек деп ойлаймын. Менде андай ой болған. Мен армандар картасымен өте көп жұмыстанатын едім. Андай өзім мотивацияға, психолог болғаннан кейін, тем более атмосфераға больше жұмыс жасағаннан кейін, андай армандар картасын көп құрып, блокноттарды көп бастап, сондай қияли болып жүрген кезде, андай 140 алып кетсем, типа теперь смотри, каким я стал деп жаңағыдай элитамен шаққа кірдім деген сияқты чувстволар болған. Негізі я любой түлек сол затты ойлайды деп ойлаймын. Тура пән басшыңа ұқсайды екенсің. Мен наурыз оқытуға кірердің алдында беткен тоғымға блокнотыма жазып қойғам, типа 50-50 деп, географиядан 50-50 аламын деп, бірақ по факту 50-50 алдым, соңында содан кейін элитаға кірдім. Тоже күшті негізі. Жасындар сендер де так күшті. Иә. Сонымен қатар күнде нағыз ұбт-да күнде элитадан оқушылар кіреді. Осы ұбт-ға күнде бір ойға, санада бір ой. Ертең кіреді осы оқушы, ол оқушы 140 жинаса қалай болады? Мына күні кіреді. Себебі элитада мықты деген оқушы, мысалы біреу, екеу ғана емес, элитадағы әрбір екінші немесе үшінші оқушының барлығы мықты болатын. Осылардың барлығы кірген кезде олар үшін де бір болеть етіп қоясың, давай біздің элитадан 140 шықсын деп. Типа андай ма, фандиден шықсын, бірақ физжи футбол. Олардан шыға берді, 135 плюс шыға берсін деп, па? Осы кезде есіме түсіп кетті ғой. Бізде тжики индар болады, именно элитаның ше, фудзидің менде. Сөйтіп қарап отыратынмын, именно Әмірәлиев Темірланды білесіздер, геометрикасымен, абсолют рикасымен 138 балл алған ше. 2 балл шатаспасам географиядан кетіп қалды ғой деп. Сол шығатын кезде қарайым, іздеймін, шықпайды, бірақ WhatsApp-қа жазсам, шығып тұр да. Значит, оға апелляция берген ғой. Сөйтіп жазам, сондай маған айтады, 138 алдым дейді. Мен сенбеймін ғой, точно ма деген сияқты ше. Вообще андай сенбедім, күтпедім ше. И реально ағайға айттым, 138 алғаным. Сосын ағай звондап білді, что реально екен, ол аккаунтына кіріп, мен қуанғаннан өзім жауап жердім. Сол кезде ше кәдімгі қыздарыма мақтанып айтып, классқа айтып, менің фудзиім осындай 138 алып деп ше. Сөйтіп ағай маған сүйіншіге ақша салып жүрген тұғыз. Еще андай ғой, жалпы элитаға дейін андай ғой, типа грантқа түссем болды, не керек деген сияқты. Уже сразу элитаға кіргеннен сразу уже андай минимум 130 плюс қойған деген сияқты не болады ғой. Бүкіл элитадан бүкіл ұбт-дан 130 алған адам айтып жатыр ғой. Геокемпке барып еще. Негізі сол геокемпке барған кезде сенде андай қорқыныш болды ма мысалы? Менде қорқыныш болғанда мындай болды. Менде қорқыныш болған жоқ, себебі геокемпке дейін уже біз бір апта Фиджиде болдық қой. Янда болғанда біраз оқушы Фиджиден болды, уже сразу андай не болды да, дайын да уже. Вот сол сөйтіп сразу Әңгіме бар десе айтады уже. Апайлардың жаман да. Апайлардың мафияда. Сабир апай жанынан кетіп қалған да, болды. Иә, мафия есіме түсіп кетті. Бүкіл элита болып мафия ойнайтын. Иә. Еще негізі, былайша айтқанда, мұнда оқушылардан біз сауалнама алған болатынбыз. Ол сауалнамада оқушылардан мынадай сұрақ болды. Элита алғандарыңа, то есть элиталық оқушы болғандарыңа өкінесіңдер ме? Ешқашан. Ешкім болмайтын сияқты. Айтқан ғой, типа, элита алдыңыздар, сіздер уақыттарыңызды қалай экономдадыңыздар, қалай барлығына үлгердіңіздер деп. Дәл сол кезде сендерде дисциплинаны сендер қалай қалыптастырдыңдар сонда? Осы жерде былай айтайын, элитада бізде барлық пәндерді оқытқаннан кейін ешқандай салада, ешқандай пәнің төмен деңгейде, дайындығың төмен деңгейде болып қалмау керек. Сондықтан барлығын бірге көтеруге тырыстық. Ол үшін біз күнде марафондар жасап оттық. Біздің элитада осылай болды, үлкен телеграм-канал, ол жерде күнделікті өзің жоспарыңды, апталық, айлық жоспарларын жіберіп отырасың. Сол арқылы өзіңе бір мотивация алып отырдың. Одан кейін мен өзіме үнемі айтатын едім, Ерболат, сен күнне мысалы 8 сағат оқыдың ба, или 10 сағат оқыдың ба, саған қаншалықты жеткілікті деймін. Мысалы 10 сағат оқитын мен наурыздан кейін 10 сағат оқысам, онда 2 апта шыда деймін. Өзіңді қинап 2 апта оқы. 2 аптадан кейін ол сенің как тамақ жегенің сияқты, ұйықтағаның сияқты мүлдем қиналыссыз процесс болып кетті сабақ оқу. Жалпы элита барлық несі системасы кітапқа бағытталған ғой, себебі бүкіл ұбт сұрақтары осы бізде кітаптан келеді, география болсын, тарих болсын. Сол арқылы мен элитаға келгеннен кейін 5-6 кітапты бірден осылай түсініп алдым. Өзім элитаның өзінің жұмыс тәптелері болатын еді ғой. Сол жұмыс тәптелерін жазып, база арқылы істеп,
сол элитаның көп пайдасы тиді. Жалпы одан бөлек қаңтарда енді FFF-ке кіре алмаған соң ақыл элитаға кірдім. Ақыл элитада қазіргі таңда Рауан ағайда болдым. Екеуміз өте қатты дос болдық. Кәдімгідей ол менің менторым болса да бірге дос сияқты араласып өте қатты маған жақын болды. Одан бөлек жалпы элита жай ғана бұл бір поток емес, бұл дамушы орта екенін сезінген болатын. Отбасы болып кетті ғой. Иә. Әлі күнге дейін араласамыз ғой, бір-біріміздің жетістігімізге қуанамыз. Иә, мысалға қазір университетте бірге осылай оқып жүрген, бірге тамақ ішіп жүрген адамдарымыз барлығы осы элитадан шыққан. Тем более ол жерде андай не болмайды, ол айырмашылық. Мысалы, мен осы элитадан басқалармен араласпаймын дейтін болмайды, уже ол жақтағы общий атмосферада кәдімгі четкий ол рейтпен не істеп бәрі кәдімгі таңдамайды ғой бәрі. Ана ортақ чатты ашқан кезде стикер жіберіп отыратын нелер ғой. Кешірші мерей деп. Балапаным дейтін не бар еді тексті. Еще жаңа сендер айтып қалдыңдар ғой, телеграм отчет жасадық деп, сол кезде сендер фото отчетты жібіп өтірік жібердіңдер ғой, иә? Жоқ. Болды ғой, иә? Сіз ғана Қуанышқа орай или өкінішке орай мен мүлдем жіберіп көрмеппін. Мен жалпы андай таңғы 5-те митта тұру, негізі өзім тұратынмын, бірақ митқа кірмейтінмін, себебі маған кішкене өзім дайындалған ұнайтын. Жалпы бөлек әлеммен мысалы камераға қарап отырып мен дайындала алмайды екенмін. Кейде менде мынандай болатын, элитаға бөлек план істеймін, өзіме одан көп план істеймін да, ана аз планымды жіберемін, что олар мені білмесін, көсіп кетпесін, қалай дайындалып жатқаныма деген сияқты болады. Сондай көп болатын еді, апай жіберіп қояйыншы, көсіп кетеді ғой деп. Или жауып жібересің бай, планымды көрсетпей. Мен есімде сол өзіме мақсат еткен, ол жерде бір күндегі ең бірінші жасайтын затың ол оянғаныңды көрсету үшін бір сурет жіберуім керек та, бір жерден. Сол кезде мен өзіме үнемі андай білмеймін мақсат ететінім, тұрып көшеге шығып сол көшені суретке түсіріп жіберетінім. Үнемі тек сол көшені жіберетінім. Уже тұрғаннан жіберу керек деп басқа. Иә. Көрсін мен бірінші тұрғанмын. Мен көшем көрсін. Қаназанмен жүгіріп жүрмін деген секілді, ба? Андай фото отчетта мен помню, бір оқушы бет жазып жүрген. Апай тамақ ішіп отырмын, ас болсын деп жазыңдар деп, сосын бүкіл ас болсын деп жазып, типа, кәдімгі бізде ол отчет не чат болса да, барлығы ар жақта әңгіме айтып отыра беретін еді. Андай болады ғой, мысалы мен фудзилық бір потоктасым жоспарын қарап қаламын, оныкі менікінен көп, керемет бәрі орында күннің аяғында. Соған қызық мотивация алатынмын, содан сол оқушыдан кеңес алатынмын, сен қалай күніңді жоспарлайсың деген сияқты. Негізі бұл марафон бір-біріне конкурент емес, мотивация болуға күшті көмектесті маған. Жоспар демекші жалпы ойлайтынмын, күніге мысалы өзіме 10 немесе 12 тапсырма қоямын, мысалы география база оқуынан, тарихтан істеу, математика есеп шығару. Үнемі 100% бола бермейтін, 80-90% арасында тіпті 70% орындалатын болды. Сол кезде кішкене өзімді кінәлі сезініп, неге мен 100% қыламаймын? Оказывается, ол 100% орындалу міндет емес. Жалпы егер де сендерде де оқушылар осындай күндік жоспарларын толық орындалмай жүрсе, немесе айлық жоспарларын орындалмай жүрсе, ол мәселе емес, себебі сендердің бастағандардың, ең алғаш шақтарын бастағандардың ол керемет. Ал бұлай 100% орындалу ол міндет емес. Главное, сендер бастадыңдар, өздерінің алдарына мақсат қойдыңдар. Осы жерде күшті сұрақ қояйыншы. Сонда сендер типа элитаға дейін осы телеграм марафон болмай жатып, жоспармен жүрмеген кездерінде болды ғой, иә? Типа мида құрасыңдар, ұмытып кетесіңдер, иә? Вағып жүрген кез болды. Не оқиын деп. Сонда элита сендерде дисциплиналарында жоспар құруды қалыптастырып беріп тұр ғой. Ол кезде біз екі жақта да жұмыс істедік та, біріншісі ол өзіміздің сол күндік прогрессімізді анық көре алдық. Азандағы жоспар жібердік, кешке соның барлығын орындап қойсақ, онда біз сол күні өзіміз не жұмыс жасағанымызды, сол күннің прогрессін толық көріп, ұйықтайтын кезде ұйқың тыныш болып жатады да. Деп жатасың. Ал керісінше жағы, мысалы сол күн демалып қалсаң, немесе бір ойың басқа жаққа ауып кетсе, ол кезде де өзіңнің осындай кері кетіп жатқаныңды бір көресің да, сәл тәубеңе түсесің, болады, сабағыңды оқы ертеңнен бастап деп. Андай болатын еді, жоспарға ояндым, демалам, ұйықтаймын. Тамақ ішу, үй жинау түсінбейтін. Ол жалпы жоспар белгілі бір нәрсеге арналу керек деп ойлаймын. Мүмкін қазір кейбір оқушылар бар шығар, осы 7:00 ояндым, 8 бен 14:00 арасында сабаққа боламын деген секілді. Ол жалпы
қате жоспар деп айтамын, себебі сендер бір күндік жоспарды жазасыңдар, осыны оқу, осыны істеу, соларды ғана істеген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы ал қалған жоспарлар ол сенің күнделікті өмірің. Андай ғой, егер сен сағатпен жоспарласаң, сенде форс-мажор болып қалуы мүмкін. 7:00-де ояну, ал сен если ұйықтап қалдың 7:30-да ояндың, сенде паника пайда болады да. Лучше сен күніңді ең маңызды шұғыл деген сияқты істерге бөліп қойып, сол ең маңыздыларын азанда ертерек орындап тастасаң, сенде шамалы жеңілдік сезімі пайда болады. Солай категорияларға бөліп қойған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі андай бетрестегі рутина алып, шұғыл тапсырма, ивенттік тапсырма дегендей ма? А еще элитаның жоспары туралы негізі помодоро дейтін әдіс бар ғой, бәріміз білетін. Вот сол әдісті до этого білдік қой, біз естідік, тиктоктан көрдік та, бірақ элитаның арқасында түсіндік. Андай обычно потокта жүрген кезде күніміз каша еді ғой, база жаттаймын дейсің, потом базаң қалады, сыты тапсырамын дейсің, сытың да қалады. И соның барлығын көмектесуге тоже помодороға біз бүкіл элитамен бірге кіріп, осы жоспармен бірге тоже күшті үйрендік, соның тоже пайдасы тиді элитада. Еще одно приложение бар еді, помните? YPT деген. YPT ма? Иә, Жар сатыңыз болды. Кім ұзақ отырады деп. Қосып қоясың, сендірмейсің ана. Ұйқыда тұрсаң қосып тұрады. TikTok WhatsApp-ға кіре алмай қаласың ғой. Жоқ, апай, шығып кетеді. ноутбуктан сайттан қосып қойса, до конца тұра береді екен сол. Болмайды. Қосып қоясың, ұйықтайсың ба? Біз еще оған ақша беретін жоқ, кімдікі көп оқыды деп. Иә. Оқушылар бұндай болмаймыз. Бұндай кеңес. Күшті. Негізі сонда сендер былайша айтқанда дисциплиналарыңмен осы элитаның арқасында күресе алдыңдар. Толыққанды жоспар құрдыңдар, сол арқылы сендер былайша айтқанда өздерінің уайым қорқыныштарында жеңе алдыңдар ғой, Ал бірақ енді осы жерде сұрақ, сендер айттыңдар, мына кітапты оқу керек, мына кітапты оқу керек, анау. Бірақ сендер соны оқыған кезде, мысалы бір күндерін географияға, екінші күндерін тарихқа арнаған кезде, сендер математикаға баланстарын қалай ұстаңдар, немесе биологияға, дүниежүзі тарихқа қалай ұстаңдар баланс пәндік. Ол кезде былай жасадым, бізде математика ол бір сәл ерекше пәнге ұқсайды, себебі оны көп қайталап отыру керек емес, бірақ оқыған кезде плотно оқу керек та, практика көп жасау керек. Практика болып отырды. Осы Наурыз ұбт-да мен өзім жеке басым элитаға Наурыз ұбт-да келдім. Мен Наурыз ұбт-ға дейін барлық мақсатым, фокусым тек қана математикаға қойған. Бір деңгейге дейін көтеріп алдым оны, 45-тен түспейтіндей етіп. Одан кейін тек қана апта сайын осындай пробныйлар, сынақ тесттер, одан кейін элитада матсауаттылықтардың есептері болды, деңгейлер сұмдық, матсауаттылықтың есебін, Ол мықты болды. мен ойлайтын едім, қалай матсауаттылықтың есептерін басқа геоангл, био мысалы, геодыршылар шығара алады. Біз геоматтардың өзі анаған кәдімгі қиналып қалып жатыр. Оны тексерейін, геоангл апайларыңды айтсаңдар. Менде әйтеуір соны шығара алмайтын. Былай шығарғанда андай QR-да видеосабақ тұрады ғой. Видеосабақ күшті түсіндіреді. Яғни кейбір андай геометриялар болады, андай сегмент, сондайлардан боялған тап деп. И вот соларға келгенде мен как раз не досым болды, информат досым, соған айтамын, мынау қалай деймін. Сонымен әйтеуір шығара алдым. Ну, прям элитадан кейін менде матсауаттылық жаман емес болды. Иә. Точно ма? Мен 10 алдым ғой, апай. Сен баста. Екі рет 10 алдым. Молодец. Сол матсауаттылық оқу керек, қазір көп оқушылар. Иә. 4-5 алып жатыр. Нағыз ұбттан 7 алдым оқушылар қателігімді қайталамаңдар. Ешке қарай. Негізі жаңа мен Ерболаттың айтқанына қосыламын. Баланс сақтау дегенде бірінші өз пәніңді, мысалы ағылшын мен математика былай ұқсас қой бір-біріне. Менде ағылшынды 10 сыныпта полностью көтеріп алғам, 40+-тан түспейтіндей етіп. Вот дәл солай бір пәнді полностью көтеріп алғаннан кейін уже тарихқа сондай фокус қоюға болады. Немесе бірінші тарихты бітіріп тастап, и уже қалған пәндерге қойған дұрыс. Иә, осымен толық келісемін. Мен элитаға келмес бұрын гео мен тарих толық бітіріп алған болатын, бірақ кішкене ойланам арасында математика ерте бастағанда мүмкін одан да көп прогресс жасайтын едім деп. Бірақ математика сол элита басталды, элитамен қосып тағы да гео мен тарихты одан сайын бекіттім. Ал математика күніне кемінде 6 сағат бөлетінмін, 6-7 сағат. Бұлай бөлмейтінмін, мысалы бір күні математика шығарамын, только бір күні география. Ондай болмайтын менде. Бір күнде 3 пәнді де қамтитынмын. Сол арқылы 3 пәннің де балансы жақсы сақталып отты. Бірақ осы жерде Диас екеуміздің мысалы дайындығымыз бөлек екен да. Маған қазір кез келген оқушылар айтады, ағай мен қалай дайындалсам болады? Мен осылай қалай оқысам болады пәндерін дейді. Мен айтамын да, оқушылар, әр адам өз ерекше дайындалады, әр адамға өзінің ерекше дайындалу осы тәсілі бар, жолы бар. Мысалы Диас ағайларың осылай дайындалып 130-ға жетті. Мен керісінше тек бір күнде бір пән оқитын едім. Бас алмай тек бір пән, мысалы география оқитын күн ба, географияны до конца оқытсаңыз. Потом математика оқитын күн ба, математиканы до конца.
тарих оқитын күн ба, енді тарих оқымайтын едім өзім. Иә, өзімді ақтайтын едім тарих кезінде. Қанша алдың нағызда? Нағызда 13 балл алдым тарихтан. Нәтижесі. Иә, бірақ мен қалған 2 күнде математика мен географияға фокусымды сұмдық арнайтын. Уже тарих ол андай. Тарихты мысалы сенбі күні обедке дейін деген сияқты да өзім еркелетіп тарихты сондай аз уақыт бөлемін. Тарихтан курсың болмаған ғой, иә? Элитада оқыдың ғой. Ұйықтайын деп жатқан, ұйықтай алмай жатсаң тарих қарап жүрсің, ұйықтап қаласың. Иә. Андай бар. Иә, болмайды екен ондайларды сендер. Мен де тарих оқымағанмын. Мен 10 жасқа дейін оқыдым. 10 жасқа олимпиадаға бардым, сөйтіп жүрмін. 11-де вообще оқыған жоқ. Иә, мен де сөйтіп ойлаймын. Мен негізі басқа қателігім ол тарих оқымаған. Иә. Жалпы оқушыларда қазір бір күн андай жаңа Ерболат ағайда мысалы бөлек, менде бөлек жоспар болды. Ал мысалы кейбір оқушылар мысалы түнде оқиды. Ағай қалай дайындалсам болады, ағай қай күнге тіркелсем болады, түстен кейін немесе түске дейін. Әрбір оқушының миы әрқалай жұмыс істейді ғой. Яғни адам өзіне қалай ыңғайлы, солай жасау керек, жоспар құру керек деп ойлаймын. Мысалы азанда қатты былай дайындала көрмейтіндер түнде қатты оқып, миы жақсы қабылдайды. Ал мысалы мен уже кешке жақын мүлдем дайындықты қоятынмын. Яғни өзімнің немесе істермен айналсам, тамақ ішіп, сөйтіп отбасымен уақыт бөліп, сол деген сияқты. Ол да бар. ұбт тіркелу демекші. ұбт-ға тіркелер кезде айтатын еді, оқушыларға сөйтіп жатса өзіңнің жүрегіңе жақындатады. Андай вот тыныштық болады. Типа мен всегда золотая середина таңдауға тырысатынмын. Не бас емес, не аяқ емес. Осы оқушыларыма да соны айтуға тырысамын. Себебі ең басына тіркеліп қалсаң, біртүрлі сезініп қаласың да, пустота болып. Ал ең соңына тіркелсең, болды. Мысалы, кеше қаңтарды ақпан айында тапсырғандар, уже көзін ашса, келесі апта наурызға тіркелейін деп жатыр. Андай түсінбей қалды да, ортада промежуток жоқ, андай демалып үлгерген жоқ. Сондықтан мен оқушыларға айтатынмын, всегда ортасын таңдап көріңдер деген сияқты. Главное, өздеріне жақындатан таңдаған дұрыс. Және ең бастысы азанда немесе түстен кейін дегеннен шатаспау керек. Мен өзім түстен кейін басым істемейтін білетінмін. Себебі өте уайымшыл адам болдым. Мысалы, азанда шыққан оқушы, қиын болды десе, мен соған уайымдап кететінмін қатты. Менікі де қиын болады деп. Сол үшін 4 ұбт-ны азанда сәтті удачно тапсырып шықтым мен. Екеуміз бірге тапсырдық қой. Қызылордада. Бірінші нағыз ұбт-ы аяқ пайлар екеуміз бірге тапсырдық. Қызылордада ма? Иә. Мен ол кезде 125 балл алдым, сіз? 121 алдым. Мен сол кезде жылап шықтым, 125 аз деп. Сосын диасауи соны көріп қойдым. Көрдім, сосын жазған болдым. Ойбай, не болып қалды? 125 деп. Жақсы деп соғып қойсың. Мен мама папама айтқан түн, мен келмеңіздер, өзім келем үйге деген сияқты. Олар сюрприз жасап артынан келіп тұр ғой. Жылай отырсам, мамам айтады, жылама сен 86 деп ойлап қалды дейді ғой. 125-ке жылама шүкір ет дейді ғой. Сол кезде шүкір ете салу керек еді. Одан кейін қадалып қалдым тағы. Иә. Шүкіршілік болу керек. Иә, шүкіршілік болу керек шынымен. Болу керек па? Шүкіршілік болу керек. Болу керек. Андай болады. Мен сол бірінші обедте тапсыратын ұбт-ым, бірінші нағыз ұбт-ым. Солай тапсырам. Үйдегілер прям айтады маған, Ерболат, сені күтіп аламыз. Осыған дейін ұбт-ларда мүлдем сұрамаған, Ерболат қай күн кіресің біраз. Мен просто азандай ерте оята салыңыздар, сен ұйықтап қалмас үшін. Сөйтіп солай оятады. Ал сол бірінші нағыз ұбт-ға қатты фокус қойды ата-анам. Ой, Ерболат, сен күтеміз. Сен осылай ұбт тапсырып жатқан кезде біз уже сен 140 балыңды, 135 плюс балыңды жуып атамыз дейді да. Қатты уайымдап кетемін сол тапсырып жатқан кезде. Менге қадалып қалсам, ата-анам алдына қалай қарайын деп. 123 алып шығам. Ол кезде мен үшін өте төмен нәтиже еді ол. Сөйтіп қатты көңіл күйім түсіп кеткен. Сыныптас 14 бала болып кіргенбіз. Шықтық. Уже әркім әртүрлі бал жинаған, бірақ маңызды емес та, өзің аз жинап тұрсың. Достарың үшін шын қуанышты болып тұрасың. И ата-анаңды көресің ғой. Келші Ерболат дейді. Бір құшақтайды. Сол жерде андай іштей намыс оянып кетеді да. Екіншісіне қазір дайындаламын деп. Дайындалынбайын ба? Иә, сол күні сол 14 баладан менен басқа сол 13-і барып, енді балалар не істейді? Балалар, 11 класста не істейсіңдер оқушылар? Сендердің қазіргі бір қателіктердің бірі PlayStation-ға бару, компьютер ойнау. Ол демалысымен, бірақ сабақ оқуды ұмытпау керек. Сол кезде мен намысым жібермеді баруға, барып компьютер ойнауға, сол өз-өзіме бір қанағаттанып ойнайтын бар ғой. Жоқ, ондай болмады. Сразу үйге бардым да математика шағым екіншісіне дейін. Ақталды. Вот еще ұбт-ға тіркелу туралы айтып отыр ғой.
мен қасымдағы класстастарым бәрі айтып еді, типа давай бір датаға тіркелейік, маған 28 ұнап тұр, давай 28-не тіркел. Хотя мен жүрегім 24-тің қалап тұр да, қаңтардың. Но былай қарасаң досың ренжіп тұр, анан таңдайын десең саған ұнамайды да, таңдамайын десең ол ренжіп қалады. Негізі оқушылар вообще ондайға ермеңдер. Мен бүкіл ұбт-ымды өзім жалғыз тапсырғам, чисто папайым мамайым барып өзім ғана. Соның пайдасы өте қатты тиді, себебі андай чувство болмайды. Сендер жылайын деп тұрған кезде досың қуанып жатса, сен ана жерде жыласаң өте біртүрлі чувство ғой. Сен досыңа да обидно оқылады, саған да обидно оқылады бір жағынан. Ал екінші жағынан то же самое. Сен қуанып жатып, сен досың жылап жатса, оған не поддержка берерін білмейсің, не өзіндік не нормально қуана алмайсың. Так что всегда андай чисто өздеріңнің жүректеріңмен қалаған даталарыңа ешкімге ермей, андай класстастармен барып ойбай бүйтем шыққаннан тамаша сызыптандыр, вообще керек емес негізі. Мен сөйткем ғой, андай мен достарыммен, короче, бірақ ұбт-ны бірге тапсырамын. 9 досымыз болып барамыз, короче, кіреміз ұбт-ға. Мен шығамын, мен жылап шығамын, потому что қадалып қалғанда жылап шығамын. Сыртқа шықсам, бүкіл достарым жылап тұрғаны дейді. Енді біз бір-бірімізге уже андай есімі жинап алғаннан кейін уже кәдімгідей бір-бірімізге прикол ұстап тұрған кезде информат достарым шығады, олар тағы жылайды, сосын бәріміз бірге жылап Донецкаға барғанбыз. Жылап отырып па? Иә, кәдімгідей жылап отырып, Түркістанға түсетін болдық па енді, андай ішкі гранттарды қарап, сөйтіп, Менде әйтеуір не болды? Өзім классымда информат досым болды, кейін Әділжан бар. Үшеуміз кафедрада бірге береміз. Уже информат досымды Әділжанға бір-бірін танып алған. Әділжан фан дей ма? Иә, Әділжан фан дейміз. Сол әйтеуір кафедрада үш ұбт-ға да бірге шықтық қой сол. Еще келген кезде пранк ұстап. Обязательно, олсыз болмайды ғой. Мә, қатты пранк ұстайтын еді ғой. Айтып берсей соны. Короче, былай болады. Мен жалпы есімде андай посмотреть код деген бар. И ноутпен кіргенде сонымен кіресің да, андай сайттың нелері болады, андай сайттың короче нелері, шрифттары, и соларды өзгерте бересің. И содан кейін мысалы бірінші апайға айттым, апай мен датаны қосыпсың, мен сразу біріншіңе тіркеліп тапсыртса беремін, содан кейін сразу демаламын, екіншіме дайындаламын дедім да. Сөйтіп уже 14-не тіркеліп тапсырдым, ең бірінші майдың 14-сіне. Апай айтам, апай мен 14-не тіркеліп қойдым дейді да, апай ема дейді. И мен уже полный потокқа айтып жібердім Фиджиге, и Фиджидің бәрі сеніп қалды, и екінші Мергенетке айтып жібердім, олар да сеніп қалды. И сөйтеді да содан кейін болып жатыр. Я бір кезде Сәмен апайда мен аккаунт пароль болып шығады, и сөйтіп кіріп обновить етсе, 5-не тіркеліп қалған ғой. Еще нағыз ұбт-да рекорд қойып шыққан кезінде пранк ұстаған, типа мен 114 алып қалдым деп қайта 130 алып тұр. Ал ол андай типа 114 алған адам жылап отырады, бұл Донеркада отқан кәдімгідей. Ол обязательно ұлт өте. Бүкіл ұбт-дан кейін пранкқа өтінеміз. Андай жаңа сендер айттыңдар ғой енді, ата-ана үміті, достарымен бірге кіру, бірақ сендердің менторларымен отношенияларың қандай болды сол кезде? Айтайыншы, осы жерде жоқ, білмеймін, мен үшін алдыңғы жылда ең бір жаңа, ең нығыз таныстықтардың бірі осы ментормен болды. Менторларымен басына Даниал ағай қалайсыз көріп отырсаңыз, иә, прям қатты ұнайтын Даниал ағаймен. Өзінің жолын айтады, екеуміз бір вайбта еді Даниал ағай екеуміз. Дайындығымыз да неде барынша мен білетінем, ол кісінің айтқанының барлығы осы маған өзінің бір пайдасын алып келетін, сол үшін қатты тыңдайтын ол кісіні. Одан кейін Даниал ағайдың подругасы Гүлназ апай еді. Олар екеуі прям потоктар жарыстыра береді ғой. Потоктар жарыстыра береді. Марсель алдыңғы жылғы ерте бастаған поток бізді ұтып кете беретін еді сол кезде. Я мен қатты қызығатын едім, осы Гүлназ апайдың оқушысы болып көрсем екен деп. Қаңтар ұбт бітеді. Қаңтар ұбт 24 күні шығам ұбт-дан бірінші сообщение Гүлназ апайдан. Ерболат, сен өзімнің фан элитамда күтем дейді. Бірақ мен 124 балмен түсе алмай қалдым элитаға. Ол өмірімдегі прям ұбт-ыма қатты әсер етіп кеткен момент болды осы. Мен сол жерде қатты намыстанып қалдым. Мен осы апайларым, ол кісілер маған сенеді, осы Ерболат мықты оқушы екен, ФФФ-ға түсетінін, бірақ мен түсе алмай қалдым. Осы жерден бастап Ерболат оқисың деді. Қаңтардан кейін ешқандай курсым болмады. Маған без разницы болды, не келеді, не болады. Еще наурызда олимпиадам болды, сол үшін ертерек тапсырдым наурыз ұбт-ына 20 күні. И олимпиадам Алматыда нархоз университетінде болады ғой. Осы екі менторым да сол жерде да. Бар жігерім жинаймын, қатты дайындаламын. Наурыз ұбт 133 балл жинап шығамын сәтті. Сөйтіп нархоз университетіне бардым да, білмеймін, өмірімдегі алдыңғы жылдың ең қуанышты сәттерінің бірі болды. Гүлназ апай, Даниал ағай екеуі келеді. 133 балл жинадым деймін. Гүлназ апай сразу кружок түсіреді ғой. Ерболат, өзің таныстыр, қай күні кірдің, қанша балл жинадың, қай элитаға түскің келеді дейді. Сразу фанди элитасына дедім. Одан кейін
осы сәуір айында сәтті фанди элитасынан шақырту келіп тұр. Сол сәттен бастап мен элитада әрбір тапсырманы былай 100%-ға орындауға тырыстым ше, себебі ол маған қатты бағалы болды. бекітуді өтірік тапсырмай ма? Жоқ, мүлдем тек өз тарихсызды күшіммен, көшіру дегендерді ғой. жоқ, тарихтан енді білмеймін. Сомнительно ма? Жалпы менторлар ол сол кезде курс дайындалып жүргенде өмірдің бір бөлшегі болып кетеді, яғни саған өте бір жақын адамдар болады. Тіпті онлайн болса да Эверест 2 потогына түспей тұрып, яғни элитаға түспей тұрып, менің менторым Ансарағай болатын. Ансарағай көріп отырсаңыз, қайырлы күн деп айтсам болады. Жалпы Ансарағай өте көп былай мотивация беретін, жалпы өзінің тапсырмасымен болсын, жалпы енді оның үздік оқушысы болдым, енді мойындау керек. Оны Ансарағай да өзі де мойындайды, үздік оқушысы болғанымды. Одан бөлек Жансая бар ғой. Жансая кешір, бірақ енді Ансарағай мені всегда айтады. Одан бөлек жалпы Ансарағай енді ОБТ-ға кірер алдында мотивация беретін, бірақ мотивация сұрайтын, жас қорқып тұрсың ба деп, кішкене қорқып тұрмын. Онда қорқа бер деп айтатын. Мен де қорыққам, сен де қорқа бер деп айтатын. Өйткені мен сыт алдында да уайымдайтынмын деп айтқан өзім. Жалпы көптеген мотивация береді, көптеп өсірді, жалпы мышление жағынан да болсын, жалпы негізі осы менторларым өте жақсы көремін. Сол Рауан ағай да, Ансар ағай да екеуі де еркек болса да өте жаныма жақын болды екеуі. Осындай сәтте мен Фудзиумның тірегі болған Мағжан ағайды айтып кетпеске болмайды. Мағжан ағаймен мен жаздан бері таныспын. Ол менің потогыма стажер болып келген. Одан кейін оның эфирлеріне қатыстым, тағы басқа көптеген бір жылдай уақыт таныс менторым болды. Мен Мағжан ағай ең үлгі тұтар адамым болды. Бізде Фудзида әрбір оқушыға индивидуален подход таба білді, әр оқушының көңіліне қарай білді, және әр ОБТ-ға кірер алдын менімен видеозвонокпен сөйлеседі, маған бір нәрсені айтатын: сен маржиналист бол дейтін. Ол не деймін ғой, ағай, экономикадан үйреніп алған ағайдың енудағы ше. Ол не десем, ол қолында бар мүмкіндіктің бәрін пайдалану дейді. Ол макроэкономикадан үйренген айтып тұр. Не істеймін деймін да, сен ана ОБТ-да отырсың ба, бүкіл қолында не мүмкіндік бар, бәрін пайдалан. Мысалы, сен қағазды, ручканы, миыңды, тіпті Құдайдан знак сұрау не бар, бәрін пайдаланып көр дейді. Ол маржиналист бол дейді. Типа андай 4 сағат уақыттың өзі мүмкіндік емес па? Мен түсінбеймін оқушылар, которые 3 сағатта шығып кетеді, 2 сағатта шығып кетеді. Жоқ, геомат болсаңдар, тем более до конца прям секунд қалғанша отыруларың қажет. Осындай маған керемет нәрселерді үйреткен Мағжан ағай еді. Көптеген күшті сәттер болды. Мағжан ағай біздің Фудзидің вайбын ұстап тұрды. Және сол үшін Мағжан ағайға рахмет айтқым келеді. Жағым кетті. Негізі менторлармен қарым-қатынас любой потокта геолайнда именно күшті деп ойлаймын, себебі біздің менторлар самый лучший. Өткен жылы мен нағыз ОБТ, бірінші нағыз ОБТ-ымда енді любой адам болған шығар, жылап шыққан кезде менторыма звондағанда, көресің енді жас емессің деген әңгіме айтқан. Сонымен андай өткен жылы түсінген жоқпын ол затты, бірақ осы жылы өзім ментор болғаннан кейін түсіндім, қаншалықты менторға да сенің алған нәтижең влиять ететінін, қаншалықты ол ауыр екенін. Вот. Сонымен Бірған апайға тоже менде 7-ші Эвересттің менторы Алим апайға сәлем жолдаймын. Алим апайға да Бірған апайға қатты прям ризамын, себебі екі потокта да андай өзімді иногда слишком гиперактивно или иногда слишком тыныш сезінетін едім. Сондай кездерде алып шығып выгораниеге түсіруге мүмкіндік бермей, сондай өте үлкен қолдауларын көрсетті. Осы жерде бір күшті история айта кетейінші. Іңкәр апай бар ғой, Іңкәр апайдың хикая дейтін, бізде геолайнда хикая дейтін өте үлкен жоба бар. Егер оқушылар сіздерге мотивация жетпей жүрген болса, сол видеоларды міндетті түрде қараңдар. Короче, мен видео шығу керек. Жоқ. Мынаяқта шығады екен, осы сияқтан шығады оқушылар. Мен наурыз ОБТ-ға андай күшті мотивациямен кірейін деп жүрген кезде Іңкәр апайдың хикаясын қарауды шештім. Бірінші Сабина апайды қарадым, потом Тұрар ағайдың қарадым. Короче, бүкіл менторлардың қарап шығып, соңынан Іңкәр апайдың қарадым да. Іңкәр апайдың хикаясы өте көп маған андай несін тегіз, пайдасын тегіз, себебі қалай өзін аз уақытта үлкен бал көтерген, және өте күшті лайфхак. Анда ОБТ-та қиналған кезде бал сұрау дейтін нені көрсетті да. Мен ОБТ-ға кірген кезде мен ең қатты қиналатын пән тарих болса, менде биологияда, география всегда 45 болатын еді да пробналарым. А вот тарих 11, 13 дейтін болды. Мен басқа курста оқығаннан кейін. Вот, и менде андай болған. Мен осылай терезеге қарама қарсы отырмын да. Құдайым, Шыңғысхан туралы осы сұрақтың ответін белгілеген дұрыс болса, терезе маған көк түсті машина көрсетші деймін ғой. Ана жерде
отырып алып тіледім кәдімгідей қоймай ше. Бір кезде қараймын, көк түсті бір машина өтеді, 2-3 КамАЗ өтеді, 5 машина өтеді ол көк түсті қатарынан. Я прикинь. басқа вариант үстіндегі КамАЗдар басқа вариант Шығып апелляция беретін, қарайсың ғой, қай сұрақтан қателестің деп. Реально сол сұрағым мен дұрыс болды. Ол сұрақ тоже өте күшті. Былайша айтқанда еске қалатын сұрақ болды, сол себепті тоже іңкәр апайға алғысым келтіргім келеді. иә осылай знактарға сен бірақ оқымай тастап кетпеңдер. Иә оқу бірінші орында. Иә тоқтаңдар енді Фиджидің ментор жайлы сөз қозғалады. мынау не айтады екен деп отырсың. Жалпы айтайын. Короче, жалпы былай ментор, Германиядағы ментор деген оқушының прям андай мақсатын қойып беретін, мақсат қалыптастыруға прям көмектесетін адам табылады. И оған мен мысал ретінде, мысалы мен Сабина апай мен Алла апай тісімен айтамын. Себебі жалпы мен Фиджиге өтпес бұрын Алла апаймен істегенде сөйлескенде жалпы геозаштың рекордын пландадық. И уже потом Фиджиге өткенде апаймен мысалы 140 балл пландап соған прям әрекет етіп прям жоспарды құрсап соған до конца етіп. Да апай? Бізде андай болатын еді ғой, әр элитада пробный тапсыру деген бірге кіріп, сол кезде біздің геодажылықтар 140 алған тұрым. Ең алғаш помнишь, сіздер ғой Инстаграмға салып қойған 138 ба алып ше. Біз бірінші болдық. Сол кезде мә намыстанып бізде тапсырып біз 140 алғанбыз. Жоқ. Біз Наурыз УБТ-ға дайындық барысында, бұл екінші УБТ шығар, может. Сол кезде Наурыз УБТ дайындық барысында біз 140 алдық. Но сіздерге намыстанып, сіздермен тапсырамыз деген кезде бір нәрсе 49 и 8 болып қалды оқу сатылы. Помню, бір балаға сен тапсырғанбыз ғой, ма скриндап ал, сен онда оны алып бересің. И сол бала бізге 8 алып берді ғой. Сол прикол болып кетті сонымен. Да, сол кезде жестко прикол ұстап Мен потоктасым 8 алған бала. Бізде мынандай бар тұғын. Мерей және Төлеген Әсем және Сансызбай Мерей дейтін бізде фудзида мықты қыздар болды. Олар геоангл, геобио тұғын және олардың MC сәл слабый болды. Сосын айтатын екеуі, егер мен нағыз ұбыты 10-10 алсам, мағжанаға iPhone алып беремін MC-дан, жаңағыда 10-10 алсам деген сияқты ше. Сондай приколдар болатын. Себебі Әсем бізде қаңтарда 138 алып, 2 бала MC-дан кетіп қалған тұғын. iPhone алып берді ма? Нағызда. Болмады ма? Бірақ күшті бала алып, 120 плюс алып екен. Хикай айта берсін. Бірақ по факту ше негізі сол кездегі пробналардан фанди ғана 140 алды ғой. Біз алып 138 болды, иә? жоқ салмайды ғой. 138, 137, 140 болды. Монтаж істеп, монтажды 140 қылдырды. Сила фан. Хикая деп күшті айтты жаңағы. Мен де Сабина апайдан көрдім. Сабина апай сізде андай әжеге деген бір махаббатыңыз күшті болды, сол жағы. Кішкене айтып беріңіз сол жағы. Негізі мен былайша айтқанда әжемнің қолында өскен қыз болдым. И поэтому мен әжем маған былай айтқан тұғын, мен орындай алмаған арманда сен орында, сен үлкен қалаға түс деп. И сол сөздермен шабыттанып Астанаға түсуді таңдаған болатым. Дәл солай былайша айтқанда біздің ортамыздағы, жанымыздағы адамдар біздің қай қалаға түсу керектігімізді, қай ортаға бару керектігімізді былайша айтқанда шешеді ғой. Мысалы менің басқа достарым элитада оқып жатқан кезде мен де элитаға кіруді армандадым. Бәрінде солай болды, по факту негізінде. Вот сол үшін орта қатты әсер етеді. Мен айтқым келеді, сол үшін элита ол мықты орта, мықты адамдардан құралған. Вот элитаға түсу ол андай кез келген адамның қолында болатын мүмкіндік шығар, бірақтан элитада до конца қалу ол кез келген адамның қолынан келмейді. Иә. Элитада тұрасың, ұбытға кіресің, бәрі 129, 20 алып жатыр, сен 109 алып қалсаң, қалай капец саған обидно ана жерде. Немесе элитадан шығып кеткенде андай таңырқап қарайтын, неге шығып жатыр, мынандай мүмкіндікті қалай жіберіп жатыр деген сияқты ше. Болды ғой, өз еркімен элитадан қысымына, немесе андай бір жүйесіне шыдай алмай шығып кететін. Бәрі айтатын, босқа шықтым. Қойып кетеді саған. Тілектер кешінде бүкіл элита ой жиналған кезде айтылған көп сөз болды ғой. Менторлардың барлығы қазір элитада оқыған менторлар, керемет қыздар. Пән басшылардың барлығы тек элитада оқығандар. Енді андай қызық болсын, давайте. Элитадағы сендердің ең есте қалған прям полностью андай не только өздерінің элиталарын болуы мүмкін, мысалы жаңағыдай мафия анау, сол кездегі сендердің ең ыстық естеліктерің қандай болды элитадағы? Давайте кезекпен айтып шығайық. Алиден бастап қойып керісінше. Жоқ, ол соңғы нүктесін әдемірек қойсын да. Әдемі қойып беремін ғой. Жалпы адам осы кішкене есіме түспей жатыр. Күшті моменттер бар еді өзі деп. Ондай жоқ еді. Мен айта салайын.
бізде керемет момент болған. Сансызбаева Мерей фудиздің старшысы болды. Мен қасында оның көмекші болып, жаңағыдай креативностьқа жауап беретінше. Сол кезде ең алғаш фуди болып бірінші айда аяқтайтын кезде, давай Мерей екеуміз айттық, давай осы бір ай бойы қандай ыстық естеліктер болды, қандай нәрселер болды, соның бәріне керемет марапаттар берейік, эдиттар жасайық деген сияқты. Мысалы, біздің Мағжан ағай оқушыларға ән айтқызғанын жақсы көретін. Сол кезде мысалы 4-5 оқушы ән айтқан, сол 4-5 оқушыға ән айтқан видеоларын эдит жасап, және оларды мысалы әнші балапан осында деген сияқты сертификат табыстап, және соңында ең үздік ментор Мағжан ағай, ең үздік координатор Сұлтан ағай деген сияқты күшті моменттермен бірінші айдың қорытындысын жасаған болатынбыз. Сол кезде Мағжан ағай да барлығы риза болып, біздің осындай керемет кішкене болса да көңіл бөлгенімізге қатты қуанған болатын. Мен үшін осы кез элиталық потоктастармен арамызды жаңағыдай тағы да жақындастырған, бір отбасы екенімізді сезіндірген ең жылы моменттердің бірі болды осы кез. Элита кезден ментор болуға дайындалыпсың ғой. Иә, креативный болу. Осы жерде мен айтып кете салайын. Так, бізде жалпы мен есімде қалған оқиға осы бір примерно қыстың да көктем басы, и сол кезде, короче, как раз элиталардың бәрі андай бір-бірімен жарысады ғой. И сол кезде, короче, апай айтып бізге қонақ келеді, қонақ кім? Фанди дейді ғой. Дайындалыңдар дейді ғой. Дайындалыңдар дейді, дайындаласың дейді. И сол кешке болды сұрақ жауап. И болғанда прям бізде есімде Қайсар бар, тағы солар бар, и уже тарихқа келгенде тарих смело ғой. И содан кейін тарихқа келеміз, и соңында что-то череба. Айтайын ба? Что-то, короче. Өтірік ол. Что-то 16 сәт болады. Мен жоқпын десең. Мен жоқ болдым, оның бәрі өтірік деп. Сөйтіп сол бір қуанып бір не істеп қалдық. Бірақ біз Фиджи тарихтан ұттық, бірақ О, я айтайын ғой. Мәселе Геода сондай бір нәрсесі бар еді. Гео айтқан кезде мен болмаған сәттер ғой мынау ше. Иә. Ема қонақтық деген жаман еді ғой. Біз Фиджи Фандиді қонақ қылып күтіп алдық, Фудзиға қонақ болып барып. Фудзида қонақ қайтадан шапайды ғой. Иә. Әйтеуір сол сәттерде мен болмаған, бірақ маған айтып еді осы Фанди Геодан андай бәрін ұтты деп, ше осылардың барлығын ұтты деп сөйтіп. Осы жерге келіп жаңа нәрсені біліп жатырмын ғой мен. Тарих оқымай қойсақ болады деп па. Өзіме ұқсаңыз. Иә. Жалпы менде элитада өте қызық осы екі ситуация болған. Прям тең. Біріншісі ол 7 майда біздің фандилық арулардың бізді құттықтауы. Ол кезде айтатын еді, группаға жаз, Гүлназ апай қатты андай қорқатын ек, барлығымыз қорқатын ек, жазады, сендер осылай көшіріп жүрсіңдер, осылай істеп жүрсіңдер, мен байқамайды деп ойладыңдар ма дейді да. Группадан бәрін рандомно шығарады ғой. Бір кезде Ақнұр шықты, Әділжан шықты, мен шықтым, бәрін шығарып тастап жатыр. Қатты қорқып, уайымдап кеткесін, мынау бәрімізде бар ғой, по-любому андай бір-екі заттарда, мысалы марафонда болсын да, бір күн ұйықтап қалсаң сәл ертерек жіберіп болсын. Таймер қойып. Иә, барлығында сондай бір косяктар болатын еді. Сөйтіп бәрі уайымдап кеткен, мен не істейміз деп. Бір момент чатқа қосқаннан кейін бір видео жібереді. Ана видеода енді сұмдық анау. Ана видео сендер қолдарыңа түссе, уже фандилықтан бәрі стикер болып кетеді. Ана жерде иә, Ақнұр тағы да қыздардың ішінде біраз қыздар іздеген, бірақ мен білетін Ақнұр прям көп балалардың тауған ғой, ата-анасының там кішкентай кездегі сүйрет, мен өзім білмейтін сүйрет шықты тұрған аяқта, мен басқа бір сүйретім шықтыр. Бұлар сонда қаяққа дейін жетіп алған деп, сол кезде қатты ырза болып қалып мен ше. Сталкер дейсің. Иә. Сондай сәттердің барлығы андай күнделікті рутина, күнделікті сабақ болып жатады да, осындай көңіл көтеретін сәттер өте қатты есте қалатын. Қонақтық демекші, сол Эверест 2 болып оқып жүргенде, Эверест 7 болды ғой өзі ше. Бізде Рауан ағаймен план болды. Бүкіл Эвересттерді ұтып шығамыз, одан кейін FFF-ке жол тартамыз деген секілді. Өкінішке орай 5-6 бойдан кейін карьерамыз аяқталды. Негізі барлығы ұтып келе жатқанбыз. Белгілі бір ситуация сосын. Сонда бір Эверест бірден ба қателеспесем ұтылып қалып, содан кейін бүкіліміз тоқтап қалдық, FFF-ке жете алмай қалдық өкінішке орай. Негізі Эверест 7, 6, 5, 4, 3 кетті ғой. Жетісіңдерді ұттыстаған ба? Не, ұттық бүкілін шыменде. Рауан ағай біледі ғой. Эвересттерді біледі. Негізі қызықтың осындай қонақтық біздің бәсекелестігімізді, білімімізді арттыратын. Одан кейін жеңіп қалдық, бізде болды ренж қалдық емес, жоқ дәрше әңгіме айтамыз, сосын 11-де таратып жібереді апайларымыз чаттан шығарып, сондай қызық болды. Сендер жарасты қатты бөліп кететін едіңдер. Қаяқ ұтылады, сояқтың ментор, потом Иә, осы жерде ше андай болып андай мен ағаймен сол Гүлназ апай потоктан жарыстыра береді да.
Люцер мен Марсель жарыстыра береді. Мен мына жерде барынша поток үшін тырысып жарысам ол Марсельмен ұтылып қала береді. Үнемі андай қатты ұтылатын едік та. Жыным келеді мен андай намыстан оқитын. По-любому бір адам болғаннан кейін ол бір потокқа қарсы шыға алмайсың да. Марсель енді шынымен алдыңғы жылғы үздік потоктардың бірі еді. Сөйтіп бір күні тұрамыз и мен Фандидан Гүлназ апай айтады ғой, Фанди болып Марсельге барамыз дейді. Сөйтіп сразу маған личкаға жазып жібереді ғой. Личкаға ма, чатқа ма қателеспесем, прям белгілеп тұр. Ерболат, сен Марсельден осындай кегіңді алатын сәт келді дейді ғой. сол кезде бір рет ұтып едім әйтеуір. Қатты қуанышты болдым. Гештальт жабылды ма? Гештальт жабылды. Так, енді элита кезіндегі қызықтарды айтып жатыр қой. Бірақ элита кезінде, честно, есімде көп зат жоқ ше. Андай ұбт-мен жүрген соң ба. Бірақ көп болды ондай қызық моменттер. Осы ментор болғаннан кейін бір күшті мақтанатын момент айтайыншы. Ертең бұйырса енді элитада оқитындар, ментор болып келіп жатсаңдар, барлығыңа жұғысты болсын осындай история деп өзім. Амин. В общем, мен осы жылы ментор болғаннан кейін қазіргі таңдағы потогыммен өте күшті жетістіктерге жете алдық. Мен өзім артқы потоктарда оқығаннан кейін, то есть 46 артқы емес қатты, бірақ енді қазанда бастағаннан кейін тамыздың вайбы бөлек қой. Тамыздағы потокты алып, алғашқы потоктарды алғаннан кейін вот сол потогыммен өте көп жетістіктерге жеттік. Және де сол жетістіктерімді менің Эверест менторымда, кәдімгі менторымда Алим апай, соның ішінде Алим апайды айта кетсем, өзінің статусынан да скриндап салып қояды да, любой жетістігін. Менің Эвересттік оқушым Камила мынандай істеп жатыр, менің Эвересттім Жансая Серікбай мынандай істеп жатыр деген сияқты заттар істейді. И ол өте күшті чувство, андай сен қатты мақтанасың да, мына кісі мені оқытты ғой, қазір мен тоже ментор болып отырмын деген сияқты. Тұрар ағайдың ұстасынан шығып бөлек андай болды. Сытып алады. Бір күні мен короче аутоға дайындалып жатқанда бір рет шашымды алып, шашылғанда быт қалып сөйтіп уже келесі күні сытып ұйқыдан тұрам, қарасам апай каждый видео түсіріп отыр осыға. И ана жерде енді мен мына жерге не істейін сөйтіп өйстіп отырғанда видеоға түсіріп отыр. Так әйтеуір сол кетіп қалды, хотя однократный болып кетті. Жоқ, ол кеше статусқа шықты ғой менің. Сондай ой, нормально. Енді андай бір күшті қылып қорытындылау үшін давайте сол элитаға байланысты бір қызық ойын ойнап жүрейік қазір осы жерде. Қазір біз мұнда шпион ойнайтын боламыз. Бұның ішінде бір элитаға байланысты барлығымызға ортақ бір сөз бар. И вот қазір осы шпион ойнаған кезде бір адамға шпион түседі, ал қалғанның барлығына сол сөз түседі да. И сол кезде сендер сол сөзді бір сөзбен ассоциация қылып айту керексіңдер. Бірақ қатты жақын қылмау керек, себебі шпионнан тауып қоймау керек. Егер де шпион тауып қойса, шпион сразу сөзді айту керек. Мысалы, бекіту тез ба, онда сразу сөз бекіту тез қоя дейді. Сол кезде бәріміз я немесе жоқ деп айтамыз. Жарай ма? Давайте. Таңдаңдар осы жерге. Давай. Бисмилля. Сен барлықтардың сөзбен таныстыңдар ма? Иә. Кімнен бастаймыз? кез келеміз. Білмеймін ба. Я серьезно отсын сен қойдысың уже. Давайте ясно бастайық. Давай. Ойынды басайық та. Қатты жақын қылмаймыз сөзді вообще. Доп. Андай лақтыра ма, айға лақтыратын. Очки. Тау. О май гаш. Мынау шпион. Шынымен негізі қиын екен жай білдіріп қоймау. Так. Давай, Алисин Алматы. Алматы. Сумка. Ема. О май гаш. Что-то это не помню. О май гаш. Кәндей жосқын негізі мен түсіндім, то что Али шпион емес. О май гаш. То бір сөз жаттап өтті. Давай, енді сен жалғас. Қазір. Примерно андай күдік жоқ па сенде тек Бар. Тұрер қоя тұрсы. Неге сөзі білетін, может таба алмай жатқан жағым просто. Қазір ойламай жатқан. Эверест. Жақсы, көрдік. Апта соны, суббота.
тақырет ғой десе. Жақсы, машина дей салайық. Сұмдық зачет. Бейби дейсің ғой. Так, не айтуға? Бір. Не ол? Бір. Что-то осыдан кейін съемка дейін түсіндіру керек болып тұр ғой бәрі. шпионға бір күшті қылып поддержка беріп шпион тапсын деп Ашайық па? Сәл ашайын ба? Мен ашып берейін. Давай. Ортақ топ. Міне. Yes. Шпионды ба? Мен таптым ау деп қой. Ортақ топ дейсіз ба? Сіз сөз айтасыз ғой, Иә. мен жалғастырым керек. Ақса чат. Ладно. Болмай қалды ғой. Ортақ топ чат. Жаңа Эверестен енді бұл жолы Фиджи ма, Фудзи ма біреуін айтасың ба? Фанди ма? Мықтысын айтып жібересіз, фанди деп. Фанди жақсы. Қуаттым. 3 жыл. Жақсы. Жақындату керек қой, ә? Нархоз. Қатты жақындап кетеді. Биіктігі бойынша топ 2 деп па? Андай. Не. Өйстіп тұрған фото деп. Албасын айтерейін ба сразу? Түсінді ба, Диас? Түсінді ба? На фото бар еді ғой? Сол, Недавно сол, бит. сол. Так, уже біз түсіндік, что шпион Диас екен. Неге өмір осындай? Соған подкаст қылып Диас, давайте сөз тапсын сендер жақындатып айтыңдар. Жақындатып айтыңдар. Давай. Ашып қалсам шпион дейді ғой. Өмір Еще Алина басып десек не қылса керек. Ойлап шпион түспесе. Түсінбедіңдер ма? Мен түсінбедім, бірақ осыдан кейін Айтамын. қара 3 жыл деді, нархоз деді. Ішке кіріп. Биіктік топ 2-ден. Тұрған ала. Биіктік топ 2-ден негіз тауып кетсең болады ше. Пайда артында водопад тұрады, иә? Водопад тұрады. Осы 5 жылдықта түсті ғой соған. 5 жылдықта Жоқ, ана ең бірінші аласын айтады. Оны Кіріңдер. Бір адам ба? мынандай Ортақ топ. мына жер очки. 8611 метр деген сияқты. 8611. Ей, Бір. бір-бірден тауып алады. Париж метро түсінеді ғой. Иә, мерей. Жоқ, оны айтпай. Мерей. Сіздер мерей санс. Қайсар. Бір Иә. Қайсар бар екен болды, Керімбай Қайсар. Надан артық не керек? Оны точно геолайн алып. Ұят болды. Боқатов Али. Айта берейін. Нархоз. Давай, айтшы. Бізде жалпы жасырылған сөз Сұлтан ағай болатын. Е-мая. Мүмкін түсінбедіңдер ма? Мен соңған түсінбей алдым. Короче, бір рет осы статус қарап отқанда жаңа элита менторлары жиналып бір отқан жоқсыздар ма да апай? И вот сондайда элита менторлар жиналып ағайға сумка подарить етті ғой. Да? И сол есіме түсіп кетті ғой. Статустар салып. Бір деген 11-ші Я бір 11 дегеннен кейін топ 2 шың чогори ғой. Я қау деп Иә, соны Эверест. Чогориді айтқам ғой. Алматы. Очки. Али. Нархозы. Антоним болып тұр ғой. Антоним. Ема, қалай ойыңа кел. Біткен ғой, примерно. Судьяда не айтайыншы. Рахмет тұға басайды кезде. Топ деді ма еңбәсінде? Білмеймін, бір тауыма жасырылған деп ойладым. Сұлтан ағай ма? Енді тау ағайға. Да, там тау адам. Сен Элитаның барлығын басын қосқан адам ғой. Әне. Давайте енді андай қорытынды ретінде оқушыларға ұбт-ға мысалы сенің оқушың ертең ұбт-ға кіреді. Зам поддержка беріңдерші. ең бастысы дұрыстап ұйықта. Сен осы күнге дейін еңбек мына жерін қылсайықшы. Мен де лақтырайын. Черный фон болады. Так, Қайтам баста. оқушым, егер сен дәл ертең ұбт-ға кірейін деп жатырсаң, ең бастысы өзіңе сен және дұрыстап ұйықта. Дұрыс ұйқы сенің жақсы балыңның кепілі. Сен осы күнге дейін оқыдың, бар жасайтын еңбегіңді, потенциалыңды көрсеттің. Енді ертең сенің бұйырған балында алатын күнің шыны керек. Сен не значит, сен түнімен оқып, түнімен 100 есеп шығарсан да, саған 100 балл бұйырып тұрма, сол балды алып шығасың. Так что не надо өз-өзіңді қатты қинап. Сен айтады ғой, главное өзінің адал еңбегін жасадың, соның нәтижесін көресің. Ең бастысы қатты уайымдама, дұрыстап ұйықта және дұрыстап тамақ же. Одан кейін оқушым
ертең сен ұбт тапсыратын болсаң, онда азанда тұрдың, ояндың, тикток, инстаграмға кірмей, паркке барып жүріп кел, дым сабақ оқыма сол күні. Ертеңгі күнге просто настрой жасап өзіңе. Ертең мен кірем, 130+ балл жинаймын, бәрін айыр жерем, сұрақтардың барлығын біліп тұрам. Вот сондай настрой жаса, ерте жат, дым уайымсыз. Себебі сен ұбт тапсырып жатқан жоқсың, саған ол кезде уайым керек емес. Сен ұбт тапсыратын кезде вот уайымдасаң болады да. Мен білмей жатырмын, да еске түсіру керек еді деп. Ал соңғы күні оқыған, ол по-любому сен білмейтін нәрсең талып қалады, сен уайымдап қаласың одан. Лучше оқымай қою керек соңғы. Мен қазір ментор болғандықтан 90 оқушым бар, сол 90 оқушым әрқайсысына айтып шығатын бір мотивациям бар. ұбт өмірдің соңы емес, ол ұбт өмірдің жаңа тараудың бастауы. Осындай жылы ортада, дамушы ортада өзің қалаған мамандығына, яғни қалаған универіне түскің келсе, әрине ол еңбектену керек. Ең бірінші адал ниет, яғни таза ниет, және де еңбек керек. Соның арқасында Құдай қаласа түсесің, ешқандай уайымдаудың қажет жоқ. Қандай балл болмасын, тіпті төмен болса да, үздік бір жоғары балл болса да, отбасың қасында, әрқашан сені қолдайтын адамдар қасында, және сүйікті менторларың да сенің қасыңда болады әрқашан. Так, оқушыма айтатын сөзім, ертең ұбт болса, ең бірінші өзіңді кеше ғана кіріп шыққан потоктасымен салыстырма. Сен өзіңді өткен ұбтда нәтиже жинаған өзіңмен салыстыр. Және ескертетін зат, өткен ұбтда қадалып, осы ұбтда күшті нәтиже көрсеткің келсе, есіңде болсын. Әрқашанда жаңбырдан кейін міндетті түрде әдемі болып кемпір қосақ шығады. Сенің өрт жаратын күнің ертең шығар. Так что бастысы өзіңе сен, және міндетті түрде Аян апай айтқандай 3-4 сағат ұйықтамай, толық ұйықтап, ауырмай адам болып күшті болып тапсырып шығасың деген сенімдемін. Енді мен өз оқушыма айта кететін болсам, жалпы өз оқушыма айта кетерім, жаңағыдай Мағжан айтқандай өзіңнің бар мүмкіндіктерін бәрін пайдалан, және де қолында тұрған балдардан ешқашан айырылма. Каждый балдың маңыздылығын түсініп, и каждый балл бойынша до конца жұмыс істеп. Себебі мен оқушылар көбінесе геологтар болғасын, чисто жаттайтын нәрселер, и уақыт көп қалады, и сол көп уақыттың бәрін пайдалан, и соның бәрімен жұмыс істеп, қолдағы бар мүмкіндігіңді жіберіп қойма. Оқу сауаттылығын орындандар. Оның тегін 10 балл ғой. Негізінен айтады ғой, әрбір бір балл үшін күрескен ол маңызды. Сен ұбтда отырсың, сенің алдыңда 120 сұрақ, сен 140 баллға қойып келеді, бірақтан сен әрбір бір балл үшін күресесің. Сен ана жердегі оқу сауаттылығын қайта орындайсың, саған керек емес болса да, мат сауаттылығын орындайсың. Дәл солай ұбтға жеңіл қарап, жеңіл кірсең, барлығы жеңіл болып шығады. Андай қатты өзіңе ожидание қойма. Ожидание қойсаң, сен өзіңе ренжисің, өзіңнен көңілің қалады, ондай нәрсе керек емес. Жай ғана сен өзіңе сен. Сен ұбтға тек жалғыз өзің болып кіресің. Вот, негізі бүгінгі подкаст барлықтарыңа ұнады деген ойдамын. Менторлар меніңше сендерге өте керемет атмосфераны сыйлай алды. Әлі де элита потоктарының конкуренциясы өшпеген әлі де байқаған боларсыздар. Енді былайша айтып өтейін. Сендер қазір осы соңғы сөз ретінде бүйтіп жасайық. Сендер қазір осы элитада өздерінің достарың болды, иә? Қазір сендер солармен жаңа айтып қалдыңдар. Біз солармен қазір студенттік өмірде достарымыз анау-мынау деп. Ал вот сендердің онлайн потоктастарында бар, Алматыға түскен, немесе басқа қалаларға түскен. Давайте енді әрқайсысы бір сөйлеммен элита потоктастарыңа сәлем жолдап өтсеңдер. Фиджи, сәлем. Менің ең сүйікті фудзишкаларға сәлем жолдаймын. Жалпы ең мықты, ең бәсекелестігі жоғары, ең атмосфералық элитам деп айтайын. Фанди элитасы, фандилықтар, фандилық түлектер, барлықтарыңа сәлем. Алматыда немесе Астанадан, басқа қаладан болсаң да, үнемі фандидің абыройын қорғап, жоғары белестерде жүре беріңдер. Өзімнің Эверест 2 потогыма, яғни Рауан ағайдың оқушыларына барлықтарына сәттілік, алдағы универлік өмірде. Жалпы қазір Эверест 2 потогында шамамен 10 ментор онлайнда жұмыс жасайды, және олармен де жақсы араласамыз. Барлықтарына осы универлік өмірде, яғни студенттік өмірде сәттілік бұйырса, алдағы уақытта Құдай қаласа өздерің қалаған және жақсы төленетін жұмысқа орналасып бұйырса жақсы адам боласың деп ойлаймын. Сенемін. Енді жалпы мен өзім фиджилік потоктастарыма айта кететін болсам, жалпы фиджиліктер тоже айтып кеткенде, Алматы болсын, Астана болсын, ешқашан еш жерде тайсалмайды, себебі олар өздерін үздік екенін біледі. Және де фиджиліктерге сәлем. Барлық Эверест жетінің менің потоктастарыма
тоже сәлем жолдағым келеді. Ең жайлы, ең комфортты, ең атмосфералы ортаны сыйлағандарыңа және дәл сол ортамен әлі күнге дейін араласатыныма өте қатты қуаныштымын. Геонлайнның жүрегі дәл осы элита деп ойлаймын. Енді ең күшті, ең мықты элитаның менторы сөйлеп кетсе, Онда Гүлназ апай шақырыңдар. Сыйла сөйлерді. менің фиджилік оқушыларым, және фиджидан бөлек Фудзи, Фанди, Эвересттік оқушылар барлықтарында осы студенттік өмірге қадам басуларымен шын жүректен құттықтаймын. Уже екінші семестрді аяқтағалы жатырсыңдар. Вот сендерге айтқым келетіні, сендер элитадан шықтыңдар, оны ұмытпаңдар. Элиталық деңгейлерінде ешқашан түсірмеңдер. Міне біздің осымен подкастымыз аяқталды. Бүйтіп көрсетеміз. Жоқ, мына Андай бір күтем.